Тек қанттың дәмін сезген адамға тұздың дәмін түсіндіру қиын. Өміріміз сынақтарсыз мүмкін емес. Өмір жақсы және жаман ауа райы болған кезде, рахаттану сезімі мен ауырсыну болған кезде, қыс пен жаз, күн мен түн болған кезде ғана мүмкін. Әрине өмір сондықтан жеңіліссіз және жеңіссіз, қайғы мен қуанышсыз, сатқындықсыз сен адалдықтың дәмін бағалай алмайсың. Ал қарапайым заттарды жоғалтпай, яғни қазір қолда бардың құндылығын түсіне алмайсың. Өміріміздегі барлық сынақтар бізге бір нәрсе үйрету үшін қажет. Тіпті біздің жеңілетін тұсымызды да. Кейде көңіл күйіміз түсіп, мұңайып, тоқтамай жылағымыз келеді. Сен сеніп жүрген адамдар сені сатып кетіп, саған жақын адамдардың әрекеті ауыр тиеді. Әр жолы қиын және сен төзе алмайтындай боласың. Тоқта, ойлан. Өмір ешқашан сен жеңе алмайтын, сен өткере алмайтын сынақтар жібермейді. Есте сақта, жаңа нәрсе көрмейтін адам ғана ешқашан қателеспейді. Тек сенің өмірің белгілі бір кезеңге жетті. Сен бір нәрсені өзгерту керек екенін түсінетін кезең. Адам мінсіз емес. Барлығымыз қателесеміз. Демалып, тынығып ал. Өзіңді сәл жақсы сезіну үшін не істеуге болады? Жаса. Егер бұл ұсақ түйек болса да, таза ауамен демал. Жапырақтардың сыбдырын, құстардың дауысын тыңда. Өзіңнің жақын адамдарыңа хабарлас. Жасап көр. Біз өз тағдырымызды жасаушылармыз. Барлығы біздің қолымызда. Ерте ме, кеш пе, әр адам белгілі бір жағдайда дұрыс әрекет қабылдауын білмейді, және кімнен көмек сұрауын да білмейді. Сонда сен өзіңнің ата-анаңа, бауырларыңа, немесе достарыңа хабарласа алсаң, ол жақсы. Егер кімнен көмек сұрауыңды білмесең, қорықсаң, онда арнайы мамандар бар. Яғни сені қолдайтын мамандарға Bfline веб-сайтына жаза аласың. Әрқашан біліп жүр. Кез келген дағдарыс бұл жаңа мүмкіндіктер. Мен саған сенем. Сен де өзіңе сен. Мүмкін емес ештеме жоқ. Сөздің өзі айтып тұрғандай мүмкін.